Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай банкада капустаны тұздайтынды көрсететін боламын. Маңызды сәттерді жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Капустамызды осылай жақсылап жуып, артық жерлерін алып тастаймыз. Сөйтіп 4 бөлікке бөліп алатын боламыз. Егерде капусталарыңыз үлкен болса, 8 бөлікке бөліп алыңыздар. Менде 2 килоға жетпейді. Мен осылай 4 бөлікке бөліп алдым. Енді біздер тұзды судың дайындайтын боламыз. Салқын суға 1 литр суға 2 ас қасық толтырып саласыздар. Менде 2 литр су 4 ас қасықты толтырып салып, жақсылап араластырып аламыз. Капусталарымызды осылай орналастырып аламыз. Егерде каналымда жаңа көрермен болсаңыздар, каналыма тіркеліп алыңыздар. Өте көптеген пайдалы рецепттермен бөлісіп отырамын. Капустамызды орналастырып болған соң үстіне тарелка жауып, оның үстіне ауыр зат қойып, бір түнге қалдырыңыздар. Неге мен бір күннен кейін осылай капустамызды ашатын боламын. Капустамыз бір шама басылып, тұзы сіңіп, әдемі болып шықты. Осы тұзды судан алып, салқын суда 1-2 рет жуып алыңыздар. Енді капустамызға қосатын ащы тұздығымыз дайындап аламыз. Осылай мен 2 ащы бұрыш алдым, 5-6 дана полугорки бұрышы және чеснок алдым. Мен блендерден өткеретін болғандықтан осылай ұсақтап турап алдым. Егерде болгар бұрышын қосатын болсаңыздар, ащы бұрышын көбірек қосыңыздар. Менде осындай полугорки бұрыш болғандықтан 2 ащы бұрыш қостым. Блендермен өткеріп аламыз. Мясорубкамен өткерсеңіз де болады. Енді тұздығымызды осындай ыдысқа құйып, үстінен 1 ас қасық тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Тұздығыңыз егер көп болған жағдайда, тұзын көбірек салып, холодильникте сақтауға болады. Мен осылай өз мөлшерін ғана алдым. Араластырып болған соң, капустамыздың әр бөлігіне осы тұздығымызды жағып шығамыз. Құрметті көрермен, осы рецепт ұнап жатқан болса, төменге өз пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Осындай қазақ тілді арнаның алға қарай дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Енді банкамызға орналастырамыз. Егерде сыймай жатса, осылай бөлікке бөліп банкаңызға салсаңыз да болады. Банкамызға барлығын орналастырып болған соң, қалған тұздығымыздың үстіне су құйып, жақсылап араластырып, осы банканың ішіне құямыз. Суын өз қалағаныңызша құйсаңыз болады. Мен осылай жарты қылып құйдым. Енді осындай қақпақпен жауып, 1 күнге қойыңыздар. 1 күннен соң капустамыз дайын болады. Енді жей-берсеңіздер болады. Қалғанын міндетті түрде холодильникте сақтаңыздар.
Капустамыз өте әдемі, жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.